Баршаңызға қайырлы күн. Қазіргі күнде хит болып жатқан фунчоза салатын үй жағдайында тез әрі оңай дайындайтын боламыз. Егер сізге менің рецептіммен жасалған салат ұнап жатса және пайдаңызға жараса, мені қолдап лайк басып, комментарий бөлімінде өз пікіріңізді қалдырыңыз. Және де алдағы уақытта жаңа видеоларымды көріп отыру үшін подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыз. Салатымызды бастаймыз. Ең алдымен фунчозаны қайнаған суға салып, бетін жауып қоямыз. Онан кейін үйіңізде бар көкөністерден пайдаланып, барлығын жуып тазалап, ұзынша етіп тураймыз. Менде осындай қызыл бұрыш бар. Оны ұзынша етіп турап аламыз. Онан кейін чеснокты да майдалап турайсыз, немесе оны езіп шығарып алсаңыз болады. Ізінен қиярымыз бен помидорымызды да турап аламыз. Қияр мен помидорымызды турап болған соң бөлек ыдысымызға салып алып қоямыз. Бұл өнімдерді ең соңында қосатын болған соң қазір тек алдын ала турап алатын боламыз. Егер қаласаңыз, қияр мен помидордың жанына кез келген өзіңіз ұнатқан аскөктің түрлерінен пайдалануға болады. Оның ізінен тазалап дайын тұрған сәбізімізді үккішімізден өткізіп аламыз. Міне, барлық көкөністерді турап дайындап қойдық. Ендігі кезек бізде табамыздың астын жағып қыздырып аламыз. Оған зәйтүн майын салып, алдын ала маринадтап холодильникке қойып қойған етімізді салып қуыратын боламыз. Етімізді маринадтау үшін маған соя соусы, тұз және қара бұрыш керек болды. Одан артық ештеңе қоспадым. Соның өзінде өте дәмді, керемет болып шығады. Егер сіз арнайы соустарын қосамын десеңіз, өз қалауыңызға қарай қосуыңызға болады. Еттің суы тартылғаннан кейін аз ғана су қосып жібересіз де тағы қайнататын боламыз. Етіміз босағанша әбден қайнайды. Оның ізінен чесногымызды салып кішкене қуырамыз және сәбізімізді, бұрышымызды да салып әбден қуырып алатын боламыз. Міне, салмамыз дайын болды. Енді бағанағы суға салып қойған фунчозамызды мұздай суда 2-3 рет жуып аламыз да, оның үстіне жаңағы дайын болған салмамызды саламыз. Салмамыз өте керемет болады. Арнайы соустарсыз дәмі деген тамаша болуы сөзсіз. Ізінен бағанағы турап дайындап қойылған қияр мен помидорымызды салып, жақсылап қолымызбен араластыратын боламыз. Міне, салатымыз дайын болды. Арнайы соуспен дайындалмаса да, дәмі деген өте керемет, ресторандағы салаттардан қалыспайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, отбасыңызға ұнайтынына сенімдімін. Видеом ұнаған болса лайк басып, мені қолдап кетіңіздер.